Сәлем достар, бүгінгі видеода упрощенка ИП-ға 910 формадағы отчетты жіберетін боламыз. Алдымен видеома лайк басып, комментарий жазып, және менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен кабинет kgdgov.kz деген сайтқа өтіп, өзіміздің ЭЦП кілтімізбен кіреміз. Кіргеннен кейін бірінші отчет жіберместен бұрын бірінші қарызымыз бар ма, жоқ па, соны тексеріп аламыз. Одан оны біз лицевой счетқа өтіп, запросить сальдо дегенді басып, окей деп, және обновить страницу деген міндетті түрде басамыз. Бұл бізде соңғы шығып тұрған счетты көрсетеді. Яғни бізде бұл жерде қарыз жоқ. Қарыз болса қызылмен көрсетіліп тұрады. Одан кейін сервисі дегенді басып, регистрационный данные дегенді басып өтеміз. Ол жерден міндетті түрде запросить деп, запрос дейміз, обновить страницу деп. Сол кезде бізге соңғы, яғни өзіңіз қарап отырған күннің соңғы өзгерістері шығады. Жоғарысында регистрацион данные на деп дата шығып тұр, сол жерді қарап аласыздар. Содан кейін астыға түсіп, ИП қай жерге тіркелген және сіздің өзіңіздің адресіңіз қай жерде орналасқан, соны қарап аламыз. 9-шы графада барлығы анық көрсетілген. Одан кейін форма налоговой отчетности, журнал форм дегенді басып, соңғы жасалған отчетты қараймыз. Яғни біз қандай келесі отчетымыз жасалу керек, соны қарап аламыз. Содан кейін настройки деген жерге басып, настройки список форм дегенді басамыз, және мына жерден 2024 дегенді басқан кезде төменге формалар шығады. Солардың ішінен 910 форма упрощенная декларацияны таңдаймыз, кіреміз. Мына жерде мен көп жерін скрыть етіп қойдым, себебі личный данныйларды көрсетпеу керек ютубта. Үстіңгі жағында, отчеттың үстіңгі жағында біздің аты жөніміз, ИП-ның названиясы тұрады, иініміз тұрады. Одан кейін полугодие деген жерге біз 1 деп таңдаймыз. Міне біздер 2024 жылдың бірінші полугодиясына отчет тапсыратын боламыз. Оған январь, февраль, март, апрель, май, июнь айлары кіреді. Осы 6 ай кіреді. Одан кейін не ведет бухгалтерский учет деген таңдаймыз. Міндетті түрде упрощенкаде бухгалтерский учет болмайды. Одан кейін вид декларация деген жерге біз бірінші рет тапсырып тұрған болсаңыз, если отчетты, онда первоначально дегенді таңдайсыз. Менде первоначальный. Одан кейін біздер резидент Республики Казахстан деген жерді белгілеп кетеміз. Доход деп тұр мына жерде, көріңіздер. Доход деген жерге біз өзіміздің ИП-мыздың доходы, яғни ИП счетыңызға қанша түсті немесе наличный қанша алдыңыз деген сөз. Соны көрсететін боламыз. Астында А деген пунктте безналичный деп тұр. Ол жерге сіз ИП счетқа түскен ақшаны көрсетесіз. Ал наличный алған ақша ол сол 1 400 000 ішінде кетеді. Одан кейін астында төленетін налогтар, яғни 7, 8, 9 пункттерді қарасаңыз, бұл бізде налогтарымыз 7 дегеніміз общий налог 42 000 теңге шығып тұр. Сол 42 000 теңгені 2-ге бөледі, 21 000 біреуі социальный налог, біреуі подоходный налог. Енді қараңыз, осының астында 350 000 деп мен толтырып жатырмын. Бізде 4 ай болды. ИП-ның ашылғанына 4 айға 350 000 деп көрсеткен кезде социальный налог біз жақсы болып максимально төлеп тұрғандықтан біз социальный налог 0 кетті. Қарасаңыз, яғни біз социальный налогты төлемейміз, тек қана подоходный налог төлейміз, 21 000 теңге деген сөз. Мына жерде сумма социального отчисления деп тұр, к уплате, яғни жаңағы 350 000-ның проценті 12 250 теңгені өзі автоматически есептеп шығарылып тұрады астында. Бұл бізде толтырып жатқанымыз пенсионный, обязательно пенсионный. Бұл жерде тоже 350 000 деп жазамыз. Астына автоматически, яғни біз өзімізге аударған ақшамыз шығады. 350 000 теңге айлық, соның проценттері біз өзімізге ИП болғаннан кейін аударып отырамыз. Оны білесіздер, социальный платеж, пенсионный платеж дегендер. Осыларды міндетті түрде счетқа түсу керек. Бірінші содан кейін барып қана отчет жібереміз. Оны біз ЕГОВтан қарап алсақ болады. Бірінші қарап алу міндетті. Егер қарамай сіз мында жазып қойып, анжақта аударылмаған болса, сізге минус шығуы мүмкін. Счеттарыңыз арестке қойылуы да мүмкін, даже байқамай қалған болсаңыз. Одан кейін мына жерде 14 пункт к уплате работодателя деп тұр. Бұл бізде пенсионердің отчеті болғандықтан, пенсионерлер бұл төлемнен босатылған. Сол сияқты обязательный медицинский страхованиядан да босатылған. Негізі 5950 теңге болып тұр, төлеу керек, бірақ біздер оны 0 деп кетеміз. Одан кейін жоғары қарай көтеріліп, 3-ші страницаны қалдырамызда 4-ке өтеміз. 4-ті басып, 4-ші страницаға өткеннен кейін, мына жерде 27-ші пунктте мынадай 3 точканы басып,
өзіміздің, яғни ИП бір районда тұрса, если сол районның бір ауылында болуы мүмкін, соны қарап аламыз. Жаңағы біз сервисідағы регистрационный данныйға барып өтсек, мына жерде 4-ті место рождения и адрес деп тұр. Сол жерде қарасаңыз, мына мысалға мына жерде Бенеуский район, село Боранкул деп тұр. Яғни біз мына жерде Боранкулды таңдауымыз керек. Бенеуский районның ішіндегі Боранкул ауылын таңдаймыз. Яғни мана ИПН подоходный налог дедім ғой, соны біз төлейміз ғой 6 ай сайын 1 рет. Сол кезде біз осы Боранкул ауылын таңдап төлейтін боламыз. Осы жерде қандай бейін көрсетілген, сол бойынша аударып төлейтін боламыз. Қазір мінекей мына жерде біз 4302 деп тердік. Сол 4302-нің Бенеу ауданы бойынша, енді соның ішіндегі Боранкул ауылын таңдап, қазір соны белгілеп қоямыз. Мінекей. Қазір мен мына жерде қайтадан қарап, точно осы ма деп көз жеткізіп жатырмын. Тексеріп, себебі аттары бір-біріне ұқсайды екен. Мінекей мына осы 0611 деп тұр, осы соңы осылай аяқталу керек ертең подоходный налог төлеген кезде. Одан кейін мына жерде 4302 деп, екеуінде 4302 деп көрсетеміз. Бірақ если регистрационный данный мына қарадық, сол жерде если ИП басқа жерге тіркеліп, немесе ИП-ның тұрған жері басқа жерде, өзіңіздің тұрған жеріңіз басқа жерде болса, екеуін екі түрлі жазып қоясыз. Ол да тоже ертең қарыз болып шығып кетеді. А то проверить заполнение деп тексеріп аламыз. Ошибок нет, отправить КГТ деп басамыз. Мына жерде бізге осындай форманы осы жерге жіберіп жатыр, осындай отчет деп бізге ескерту келді. Окей дейміз де, өзіміздің РСА деген кілтімізді таңдап қол қоямыз. Бірақ қазір енді РСА деп бөлінбейді, екі кілт емес, қазір бір кілт қой, бірақ сонда да кейбір адамдарда әлі ескі кілттері бар. Сондықтан сол РСАны таңдаймыз. А если бір кілт болса, сол бір кілтпен қоя береміз қолымызды. Мінекей бізге қабылданды деген уведомление шықты. Біз оның отчеттың кеткенін мына жерден тағы да журнал форм деген жерден қарап, найти дегенді бассақ шығады. Яғни жаңағы біздің жасаған отчетымыз кетті деген сөз разнесена деп шығып тұр. Видео пайдалы болған болса, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоға лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийді қойсаңыздар болады. ИПіңізде ешқандай доход болмаған болса, онда 0-мен жабасыздар ИП-ның отчетін. Ол видео менің каналымда бар, қарап шықсаңыз болады.